Өмірімді өксіткен өгей шешемді өлімнен еріксіз құтқарып алдым. 7 сыныпты бітірген жылы біздің ауылға бір ерекше бала келді. Аты Ербол. Әкесінің бауыры Нарынқолда тұрады екен. Ерекшелігі сол, орысша таза сөйлейді. Гитараның құлағында ойнайды. Дауысы да әжептәуір. Кейде біз естімеген ақындардың өлеңдерін оқиды. Өзі біздің әулетке құда бала болып келеді екен. Сондықтан алғашқы танысқаны да, кейінгі жақын досы да мен болып шыға келдім. Соншама өнерлі, ақылды болғанымен, үнемі көздері мұңға толып, көңілсіз жүретін. Өмірдің өзі ерте есейткен, көп әрекетінен байқалып тұратын. Сол бала ауылда бір айдай аунап-қунап болған соң, үйіне қайтуға жиналды. Кетерінде маған қолқа салмасы бар ма? Біздің ауылға жүр, дейді. 10 шақты күн демалып қайтасың. Қапшағайдың суы іргеде тулап жатыр. Суға түсеміз, балық ұстаймыз. Ойланып қалдым. Барғым-ақ келіп тұр. Каникул біткенше әлі 2 ай бар. Ерболға да үйленіп қалғандаймын. Үйдегілер алғашында қарсы болғанымен, ойланып, әкем келісім берді. Барсын, деді. 2 қолын қалтаға салып, сенделіп жүргенше демалып қайтсын. Оның үстіне бөтен емес, құдалар ғой, балаға дұрыстап қарайтын шығар. Сөйтіп, Ерболдың ауылынан бірақ шықтым. Керемет, үйдің іргесінде теңіз шулап тұр. Алыстан кішігірім кемелер көрінеді. Ерболдың әкесі біз тұрғанда жұмысқа кетіп, үйде шешесі ғана қалады. Досым тұра салып, терезенің алдында тұрған гүлдерге су құяды. Асықпай, баптап суарады. Кейде күбірлеп гүлдермен сөйлесіп жүргенін байқаймын. Ал шешесімен бір ретте тілдескенін көрген жоқпын. Міне, гүлдерін суға қандырып, сырын ақтарып болып, маған ымдап жатыр. Көлге кеттік дегені ғой. Жүгіре, шешініп, көлге қойып кеттік. Әбден шаршағанда ғана жағалауға шығып, ыстық құмға аунап жатырмыз. Ербол деймін. Сен шешеңмен неге сөйлеспейсің? Ол кісі де үндемейді. Ол менің шешем емес, дейді досым, арқасын күнге қаратып жатып. Анам 2 жыл бұрын қайтыс болған. Әкем маған қарайды деп мына кісіні үйге кіргізген. Өгей шеше болды ғой, дедім мен. Кейде ол да туған анаңдай болып кетеді, деуші еді. Жақсы болса, жағаласып нем бар, деді Ербол жылынып алғандай. Үйге енгеннен анамнан қалған дүниелерді жоюдан бастады. Байқасаң үйде анамның бірде-бір суреті көрінбейді. Бәрін тығып тастады. Қалғаны анау гүлдер ғана. Анам гүлдерді өте жақсы көретін. Уақытының көбі соларды баптаумен өтетін. Үй гүлдерінің өз ерекшеліктері болатынын алғаш анамнан естідім. Раушан гүлдері үйдің ауасын тазалайды. Ана бір гүл үйге енген ниеті жаман жандардың жағымсыз энергиясын өзіне тартып алады. Шешем өмірден өтерінен 2 күн бұрын мені шақырып алып, маңдайымнан сипап, кемсемдеп жатып, балам, ақылды бол, гүлдерімді қарай жүр дегенін ұмыта алмаймын. Үйдегі гүлдер анамнан қалған жалғыз естелік қой мен үшін. Ербол аунап түсіп, бір уыс бұлт жоқ көгілдір аспанға қарап үнсіз жатты. Мен де мазаламадым. Гүлдермен күнденеге сырласатынын енді түсінгендеймін. Осылай күндер өтіп жатты. Ерболдың гүлдеріне су құйып, күбірлеп, әңгіме айтатынына да көз үйренді. Бір күні күн батқанша балық ұстап, үйге кеш қайттық. Үйге кіре берсем, досым аңырап қоя берді. Гүлдерімді құртыпты. Терезе жаққа қарағанмын. Обалай, таңертең жайнап тұрған гүлдер бүрісіп құлап жатыр. Айғайды естіп, түпкі бөлмеден өгей шеше шықты. Біреу өлгендей неге бақырасың?
деді сұрланып. Гүлдеріңе тыңайтқыш сатып алып әкеліп салып қойған едім. Қайдан білейін, солда да қалды. Ербол ештеме демеді. Жылаған күй далаға атып шықты. Артынан еріп мен келемін. Әдейі істеді. Анашым-ай, гүлдеріңе қарай алмадым. Сені сағынғанда гүлдеріңді иіскеп, мауқымды басушы едім. Енді маған бұл үйде ештеңе қалған жоқ. Кетемін. Жылап барады, сөйлеп барады. Менің де көзімнен жас парлап қоя бергені. Ертесі Ербол менімен бірге біздің ауылға қайтты. Үйіне қайтып оралған жоқ. Мектепті Нарынқолда бітірді. Сол досым кейін медициналық институтқа оқуға түсіп, елдегі ең білікті дәрігерлердің біріне айналды. Осы әңгімені жазып отырған пақырды да ажалдан арашалап қалғаны бар. Жуырда үйіне шақырған. Хан сарайдай кең бөлмелерін аралап жүргенмін. Көзім терезенің жақтауында тізіліп тұрған үй гүлдеріне түскені. Үлбіреген гүл әдемі гүлдер. Анамның аманаты ғой, дейді досым. Күнде таңертең өзім су құямын. Кейде сырласып та қоятыным бар. Кешірші деймін. Өгей шешең бар ма? Ол кісі әкем өмірден өткен соң 3 күннен ақ үйдегі бар жиған тергенін тиеп алып, бір күнде тайып тұрған. Шешемнен қалған ұсақ түйек дүниеге дейін іле кетті. Кейін мынау қалалық ауруханада бас дәрігер болып тұрғанымда шұғыл операция жасау керек болып жетіп барсам, өлім мен өмірдің арасын арпалысып өгей шешем жатыр. Сосын деймін, не болды сосын? Мені бірден танып жылап қоя берді. Өміріме қасірет сыйлаған, анамның әруағымен алысып, гүлдеріне у сеуіп өлтірген. Онымен қоса менің де балалық шағымды өлтірген адамның өмірі менің қолымда тұрды. Сенесің бе? Мен осы сәтті қаншама жыл күттім. Талай түн өгей шешемнің қиянатын ойлап ұйықтай алмай шығатынмын. Бірақ 3 сағат бойы операцияны өзім жасап, оны өлімнен арашалап қалдым. Бас тартуға да болар еді, дәтім жібермеді. Кейін қиыншылықта қайтыс болды деп естідім. Жалғыз өзі қалған екен. Жаза шығар. Осыны айтып, досым гүлдерін аялап сипап бастады. Кейбіріне күбірлеп сөйлеп қояды. Анасы есіне түскен шығар. Аманат қой гүлдері.